Менің есімім Дәмет, Шіркейлі ауылында тұрамын, Қызылорда облысында. Бұл бальзамдармен мен 19 жылдың наурыз айынан бастап таныстым. Мен давлением көтеріліп, 180-200-ге дейін көтерілгеннен кейін осыны келіп іштім. Результат бір аптада болды маған бірден. Сосын мен ұйықтамайтын едім, сол ішкен күннен бастап ұйықтадым. Давлением 120-80-ге түсті бірден. Сөйтіп 2020 жылы ковидтің алдында бір апта бұрын інім қайтыс болды Астанада. Соған барған кезде мен лестницадан құлап, сол аяғым гематома болдым. Енді больницаға барып, бізден алып кетті, біз рентгенді зорға таптық, ешқандай хирург істемейді, бәрі карантин. Санчастың несіне хирургына барып едік, ол маған тек қана перевязка жасап береді, вообще ешқандай ештеңе айтқан жоқ. Содан мен уже қорықтым, сүйегіме кетіп қалады, қаныма кетіп қалады, іріңдеп аяғымдағы. Содан қорықтым да бальзамдарды алдырдым Астанадан. Сөйтіп сол бальзамдарды 2 сағат сайын тілдің астынан ішіп отырдым. Мен сізге айтайын, оны тіпті мен күндіз-түн іштім. Өйткені мен басқа ішіп жатқан ешқандай дәрі-дәрмегім болған жоқ. Карантиннің кезі еш жерге кіре алмайсың. Сонымен өзімді өзім қорғау мақсатында болды. Өйткені қанды тазалайды деген мынаны жақсы білетін едім. Сонымен мен круглосуточно іштім. Сонымен Астанадан балдар 8 күннен ковид жұқтырып алдым. Сөйтіп Астанадан балдарым алып келіп, Қызылордада баламның үйінде болдым. Сонымен сол аяқты деген 3 ай бойына мен тілдің астынан 2 сағат сайын күн-түн ішіп, сөйтіп, бірақ гематомадағы іріңгерім кетпеді. Сол күні Әділ мырза маған звондады. Біздегі пасталар сондай геморройды суырып алды өзегімен дегеннен кейін мен сол пастаны алып, мына түрін ночной, осыны алып біз перевязка жасадық аяққа. Вишневский дейін, Левайникөлден, алоэдан кетпей жатқан ірің сол заматта солқылдатып тартып ірің шықты. Ірің деген біз мені салфетканы әр 10 минут сайын алып тастап отырдық. Күні түні ірің деген ақты 3 күн тартты. Екінші күні 2 көз шығып аяғымнан іріңді жаңағыда кәдімгі сол көзден ағыздық. Сөйтіп 3 күнде қандырым шыға бастады. Сентябрьдің 3-і болатын маған 6-шы поликлиникадан поликлиникаға шақырды, сізді қабылдаймыз, хирургқа келіңіз деп. Сөйтіп хирургке барғанда менде уже іріңнен ештеңе қалған жоқ аяғымда. Сол хирург көрді, бірден жаңағы ішін қайшыменен бинтпен тазалады, іріңдерді алды да, содан кейін сенбей, менің жаңағы қалай сіз 3 айдан бері сүйегіңіз бүлінген шығар, қаныңызға кеткен шығар деп, мені экстрен сол жерде тексерді. Қаным да тап-таза болып шықты, сүйегім де тап-таза болып шықты, Аллаға шүкір, әуелі Құдай деймін ғой. Содан кейін осы бальзамдардың арқасында. Рахмет көп. Сөйтіп, бәрі де таза болды, бірақ менде аяғымда шрам қалды, үлкен, глубокий шрам қалды. Түрі жаман, қап-қара. Содан мен не істедім? Мынау зубной пастаны сыртынан жаға бердім. Бір жылда менің шрамым кетіп, аяғым тегістеліп, қалпына келді. Әзірде шамалы бар, бірақ енді бұрынғы несінен жақсы болып кетті. Керемет, рахмет. Осы бальзамдардың арқасында, бальзамды Қазақстанда өзімізден шыққан өнім, әрқайсына, әр қазақ осыны ішсе екен деймін. Қандай керемет, жаңағы аптеканың дәрілерін ішіп улана бергенше, осы бальзамдардың өте адамға пайдасы көп, өйткені ол біздің клеткаларымызбен жұмыс істейді. Рахмет.